Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмді әрі жұмсақ болып шығатын чебуректің жасалу жолын ұсынамын. Бір жасағаннан сәтті шығатын әрі оңай рецепттің бірі. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысқа ұнды салып, үстіне сұйық май, тұз және қайнаған ыстық суды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Су ыстық болғандықтан ең алдымен қасықпен араластырамыз, ары қарай қолмен илейтін боламыз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Дайын болған қамырдың бетін жауып, бөлме температурасына 30 минутқа қойып қоямыз. Келесі жасайтынымыз салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға татылған етті, ұсақтап туралған пиязды, дәміне қарай тұз, бұрыш және суды құямыз. Су құйсаңыздар, сіздің салмаңыз құрғақ болмай жақсы шығады. Температурасы маңызды емес. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырды алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен 30 граммнан өлшеп алдым. Егер сіздер сәл үлкендеу болсын десеңіздер, 40 граммнан аласыздар. Барлық бөліп алған қамырларды жұқа етіп жаямыз. Келесі кезекте салманы саламыз. Видеодағыдай қамырдың шетін қолмен және шаншқымен басып шығамыз. Шеттерін арнайы кескішпен кесіп шықтым, бірақ бұл міндетті емес. Барлығын осы видеодағыдай жасап шығамыз. Осы рецептпен 13-14 дана шығады. Табаға сұйық майды құйып, қыздырып, барлық чебуректерді пісіріп аламыз. Ортасы толықтай пісіп, жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Достар, біздің чебуректеріміз дайын, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.